Егемендік пен қауіпсіздік жаңа конституцияның берік негізі. Жаңа конституция жобасында Қазақстан Республикасының егемендігін, тұрақтылығы мен қауіпсіздігін нығайту басымдығы айқын бекітілген. Мемлекеттің біртұтас сипаты, шекаралардың мызғымастығы және аумақтық тұтастығы жеке-жеке көрсетіліп, олардың өзгермейтін құндылық екені нақтылады. Преамбулада бейбітсүйгіш сыртқы саясат ұстанымы барлық мемлекеттермен ынтымақтастыққа, ашықтық және халық бірлігіне негізделген жаңа қоғамдық келісім көрініс табады. Әділеттілік, заңдылық, азаматтардың құқықтарын қорғау және болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік мемлекеттіліктің басты қағидаттары ретінде айқындалады. Заң және тәртіп қағидатына конституциялық мәртебе беріледі. Бұл конституцияның үстемдігі бәрінен жоғары деген сөз. Әскери қызметшілердің құқықтары да нақты қорғалады. Қызметтің барлық шарттары тек заңмен белгіленеді. Бұл заңға қайшы бұйрықтар мен ведомстволық қысымның қорғауды күшейтеді. Қауіпсіздік пен қорғаныс саласы мемлекет функциясының өзегі ретінде айқындалып, аталған мамандықтардың тұрақтылығы мен мәртебесі арта түседі. Осылайша жаңа конституция егемендік пен қауіпсіздікті нығайта отырып, заң үстемдігін басты бағдарға айландырады және мемлекет қызметінің тұрақты әрі қорғалған жүйесін қалыптастырады.